Сәлем достар, менің Сәлем достар, менің доктор Ергешбаев. Сәлем достар, доктор Ергешбаев каналына қош келдіңіздер. Бұл жерде сіздермен бірге иммундық жүйені толық қарастыратын боламыз, яғни иммунология пәнін толық бірге үйренетін боламыз. Ал енді иммунология пәнінің алғашқы сабағының бірі бұл иммундық жүйенің құрылысы. Яғни иммунитет деген не, ол қандай құрылым, қандай қызметтер атқарады деген сұрақтарға толық жауап беретін боламыз. Онда бастайық. Бізде бірінші иммундық жүйенің құрылысы. Яғни иммундық жүйе дегеніміз не? Иммундық жүйе дегеніміз ағзаны инфекциядан, бөгде антиген мен ісік жасушаларынан қорғайтын күрделі жүйе. Ағзаны инфекциядан дейді. Сырттан кіретін қандай да бір инфекциялық бактерия болсын, вирус болсын, ол қандай да бір қарапайымдылар болсын, құрт болсын, мысалы құрттар, гельминтозды аурулар бар ғой, солардың барлығынан бізде иммундық жүйе қорғайды. Бөгде антигеннен кірген бактериялар, олардың бөлетін токсиндері, олардың құрылыстарынан және организмнің өзінде өзгеріске ұшыраған жасушалар, яғни ісік жасушалардан қорғайтын күрделі жүйе. Бұл иммундық жүйе, яғни біздің толық иммунитетіміз. Бұл оның қысқаша анықтамасы. Енді негізгі қызметі, оның негізгі қызметі бөтен заттарды тану, бейтараптау және жою. Бірінші таниды, сосын бейтараптайды. Бейтараптау деген нейтрализировать етеді, яғни нөлдік деңгейге дейін түсіреді оның құрылымын, және оларды толық жойып ағзадан шығарып жібере алады. Бұл бізде иммундық жүйе. Енді жалпы иммунитеттің түрлеріне тоқталатын болсақ, кішігірім барлық жерде айтылып келеді, бірақ бұл жерде өзгеше ақпараттар берілетін болады. Біріншісі бұл біз бөлеміз, туа пайда болған және жүре пайда болған деп. Солардың біріншісі бізде бұл туа пайда болған. Мына кестеге толық қарайтын болсақ, туа пайда болған иммунитеттегі бөлімдерді, яғни бұл механикалық организмді қорғайды. Туа пайда болған деген біз туылған кезде бізбен бірге пайда болатын, бізбен бірге дүниеге келетін иммунитет. Осын біз туа пайда болған иммунитет деп айтамыз. Ол бізде механикалыққа бізде тері, шырышты қабат, сілекей, көз жас безі, асқазанның pH деңгейі, ас қорыту ферменттері, ас қорыту қышқылдары, шырышты қабаттың қорғайтын өзінің бөлетін ферменттері, қышқылдары, солардың барлығын біз механикалыққа кіргіземіз. Енді неге деген сұрақ келеді. Неге? Тері мысалы сыртқы организмді толық антигендерден қорғайды, оның ағзаның ішкі бөлімдеріне өтуінен сақтайды. Шырышты қабаттар тоже солай. Мысалы сілекей, ауыздағы сілекей бөлінеді және оның құрамындағы лизоцим ферменті арқылы бактериялар ыдырап отырады. Мысалы көз жасы, көзге қандай да бір бактерия түсетін болса, көз жасынан жас бөлініп, көздің бетін шайып, әрі қарай сыртқа шығарып жіберу қызметін атқарады. Асқазанның pH деңгейі және ас қорыту ферменттері, бұлардың барлығы өте төмен деңгейдегі қышқылдықты өздеріне сақтайды, түскен бактерияларды толық жояды және олардың көбеюін тежеп отырады. Бұның барлығы бізде механикалық, яғни бұл бізбен бірге туылатын, біз туылған кезде осылардың барлығы болатын заттар. Бұны біз туа пайда болғанға жатқызамыз. Одан кейінгісі жасушалықта мысалы фагоциттер, макрофагтар немесе натурал киллерлік жасушалар. Бұл фагоциттер немесе макрофаг деп айтуға болады. Бұлар да бізбен бірге туылған кезде пайда болады және организмға түскен нелерді, үлкен бактерияларды бірден фагоциттеу арқылы жойып отырады. Ал натурал киллерлер бұлар бірден активтеніп келген антигенге қарсы жұмыс жасайды. Одан бөлек табиғи антидене және микробқа қарсы пептидтер, бұлардың барлығы жасушалық деңгейде организмді қорғайды. Одан кейін гуморальды, лизоцим, сілекейде болатын лизоцим, түскен бактерияны бірден жойып жібере алады. Одан кейін комплемент жүйесінің нәруыздары. Алдағы тақырыптарда бұлардың барлығын терең ашатын боламыз. Қазір бұл негізгі шолу тақырып және кіріспесі, қандай түрлерге бөлінеді, жүктемелер, соларды толық түсіне алсақ жеткілікті. Комплемент жүйесі, цитокиндер және жедел фаза нәруыздері, бұлардың барлығы гуморалды бөліміне жатады. Бұл бізде туа пайда болған иммунитет. Ал енді жүре пайда болған дегенді қалай түсінеміз?
біз туылғаннан кейін біз барлығымыз қандай да бір аурумен ауырамыз, немесе жоқ дегеннің өзінде бізге вакцина салынады. Ал вакцинаның құрамында ол жерде вирус бар, бактерия бар, ол да біздің организмімізге сыртқы бөгде антиген болып табылады. Енді ол жүре пайда болғанда не болады? Бұл бізде гуморальдыда бета-лимфоциттер, антиденелер және иммуноглобулиндер қалыптастырады, құрайды. Енді бета-лимфоциттер, то есть бета емес, Б-лимфоциттер. Бұл Б-лимфоциттер организмға түскен жаңа антигенді таниды, оның токсиндерін өзіне байланыстырады, және олар плазмоциттерге дейін айналады, өзінен антигендер бөледі, то есть антиденелер бөледі. Олар иммуноглобулиндер, иммуноглобулин М, G, I, E, D деген сияқты осылай 5 түрі бар. Сол 5 түрін бөлу арқылы сол жаңағы антигенді ыдыратып толық жойып жібере алады. Ал жасушалық иммунитетті құрайтын болар бізде Т лимфоциттер. Т лимфоциттердің өздері ішінде бөлінеді Т хелпер, Т киллер, Т супрессор деп. Тағы бір қайталап айтамын, біз бұл тақырыптарға жеке тоқталамыз. Әр қайсы бөлімде жеке толық ашатын боламыз. Бұл жер кіріспесі, кішігірім түсініп алсаңыздар болды. Т хелперлер бұлар организмға түскен жаңағы антигенмен байланысады, және оны біздегі Б лимфоциттерге таныстырып беріп отырады. И солай жою қызметін атқарады. Т киллерлер бұлар өздері бірден активтене алады и толық жоя алады. Ал Т супрессор мынау Т киллер мен Т хелперді реттеп отырады ғой, там регулятор қызметін атқарады, либо тежейді, либо арттырады деген сияқты. Енді бұл жүйені біз екіге жіктей аламыз: бейспецификалық жол және спецификалық жол. Бейспецификалық деген енді арнайы емес, яғни арнайы емес дегенде ол жерде бізде иммунитет қалыптаспайды. Ол жылдам түрде өтеді. Мысалы, организмға қандай да бір бактерия кірді, асқазанның жаңағы қышқылдық ортасында ол ыдырап жоқ болып кетті. Оған қарсы бізде иммунитет қалыптаспайды, оған қарсы бізде антиденелер түзілмейді. Сондықтан біз туа пайда болған иммунитетті бейспецификалық, яғни арнайы емес иммунитет деп айтамыз. Ал жүре пайда болған иммунитетті біз спецификалық, яғни арнайы иммунитет деп айтамыз. Себебі бұл жерде иммуноглобулиндер түзіледі, және организмда соны есте сақтап қала алатын жасушалар және жаңағы антиденелер пайда болады. Біз бұл жолды спецификалық деп айтамыз. Бұл жол бізде өте баяу жүреді. Және бізде осы екі жүйе қосылған түрде өз қызметін атқарады. Мысалы, организмға қандай да бір жасуша түсті, оны жаңағы бейспецификалық жолмен барынша ұстап қалуға тырысады. Ал енді оның күші жетпеген кезде онда бізде жүре пайда болған жолдан, яғни спецификалық жол арқылы мына тұрған Б лимфоциттеріміз, Т лимфоциттеріміз активтеніп, сол жасушаларды толық жоюға кіріседі. Енді бұл жасушалар қалай және қайдан түзіледі? Сүйек кемігі, кәдімгі жаңағы сүйек кемігінде бізде бағаналы жасушалар бар. Сол бағаналы жасушалардан екі жол арқылы бізде жасушалар түзіледі. Ол миелоидты жол және лимфоидты жол. Миелоид жолдың өзі 3 бағытта жүреді. Жаңағы эритроциттер түзіледі бірінші жолы, екінші жолы осы жаңа иммунды жүйені қалыптастыратын жасушалар, ал үшінші жолынан бізде жаңағы тромбоциттер түзіледі. Енді бізге керегі миелоидты жолда осы иммунитет жасушалары. Олар қандай жасушалар? Олар бізде нейтрофилдер, эозинофилдер, базофилдер. Бұларды екі топқа бөліп қойдым, гранулалы және агранулалы деп. Оны қазір толық түсіндіретін боламын. Нейтрофилдер, бұлардың енді барлығы лейкоциттердің несі ғой, түрлері ғой. Нейтрофилдер организмде жаңағы қан жүйесінде өте көп болатын жасушалардың бірі. Бұлар негізгі бактериялық аурулар кезінде көбейіп отырады. Ал эозинофилдер және базофилдер бұлар бізде көбінесе аллергиялық ауруларда және гельминтозидорда эозинофилдер, ал базофилдер аллергиялық ауруларда көрініс беріп отырады. Келесі бізде макрофагтар, моноциттер, дендрит жасушалар. Бұл жерде главный акцент моноцитке қаратсақ болады, яғни қанда айналып жүрген жасушаларды біз моноцит дейміз, ал ол шеткер тінге өтсе макрофаг және дендритті жасушаларға айналып отырады. Енді неге бұл мыналар гранулалы, ал мыналар агранулалы деп айтылды? Гранула дегеніміз кәдімгі түйіршік деген мағынаны береді. Енді бізде аталған жаңа нейтрофил, эозинофил, базофил деген жасушалардың ішінде қандай да бір майда-майда түйіршіктер болады.
олар жаңа гистаминдер, брадикининдер деген сияқты әртүрлі қабыну медиаторлар заттары. Бұлар активтенген кезде осы жасуша жарылады да ішінде тұрған жаңағы медиаторлар сыртқа шығады. Яғни ішінде осындай медиаторы болғандықтан оларды біз түйіршікті немесе гранулалы жасушалар деп айтамыз. Эзонофил, базофил және эзонофил, нейтрофил, базофил, осы үшеуін біз гранулалы деп айтамыз. Енді екінші жол, бағаналы жасушалардың екінші жолы лимфоидты жол арқылы бізде түзілетін жасушалар. Бұлар Б лимфоциттер, Т лимфоциттер, натурал киллерлер. Енді тікелей сүйек кемігінің өзінде лимфоидты жолмен түзілетін бізде Б лимфоциттер, және Т лимфоциттер. Бұлардың изашарлары түзіледі, бірақ Б лимфоциттер толық жетіліп осы сүйек кемігінен шығады. Және олар жаңағы иммундық жауапты тудыру барысында өздерінен иммуноглобулиндерді бөледі. Жаңа бағана басына айтып кеткен 5 класс иммуноглобулинді түзіп береді. Ал бұл жерден бізде сүйек кемігінен тоже Т лимфоциттердің изашары түзіледі. Изашары, бірақ толық Т лимфоцит емес, ол әрі қарай тимусқа барып толық түрде дифференцировкадан өтіп, толық түрде сол жерден жетіліп шығады. Одан бөлек натурал киллерлер бізде сүйек кемігінде түзілетін болады. Бұл натурал киллерлер ешқандай ақпаратты күтіп отырмайды. Организмға жаңағыдай қандай да бір бөтен зат кіретін болса, немесе ісік жасушалар болатын болса, соларға бірден қарсы тұрып отыратын жасушалардың бірі. Ал мынау Т лимфоциттер әрі қарай тимусқа келіп, бұлар өзі белгілі бір дифференцировкадан, яғни Т хелпер, Т киллер, Т супрессор болып, бағана басында айтып кеткендей. Т хелпер қолдаушы қызмет атқарады, киллер жояды, супрессор барлығын реттеп отыратын қабілетке ие. Бұл бізде кішігірім жіктемесі. Енді иммундық жүйенің толық құрылысына тоқталатын болсақ. Иммундық жүйе бағана анықтамасын бердік. Енді қандай құрылымнан ие? Ол бірінші мүшелік, жасушалық және молекулалық құрылымдарға ие. Енді мүшелік деп отырғанымыз бұл жалпы ағза, қандай да бір мүше иммунитетке қатысады деген сөз. Енді оның өзі екі түрге бөлінеді мүшелік. Орталық және шеткері мүшелер. Орталық мүшеміз бізде сүйек кемігі мен тимус. Сүйек кемігінде жаңағы айтқандай Т Б лимфоциттердің изашар жасушалары және Б лимфоциттердің негізгі өзі орналасқан. Жалпы сүйек кемігі бізде негізгі орталық болып табылады. Қан жүйесінде осы жерде бағаналы жасушалар, жаңағы полипатенттік бағаналы жасушалардан көптеген жасушалар шығып отырады. Сол жаңа қан жүйесіне қатысады, қан ұю жүйесіне, барлығына осы сүйек кемігі арқылы жасушалар шығып отырады. Солардан бізде керегі иммунитет қойынды. Иммунитетке керегі бізде Т Б лимфоциттер. Олардың изашары деген ол таза бір Т Б лимфоцит емес, солардың бастапқы бөлігі. Бастапқы бірінші тегі дейді ғой, солар ата-бабалары анау про деп кете береді. Ал негізі бұл жерде сүйек кемігінде толық жетілетін бұл Б лимфоцит. Келесі тимус. Тимуста біз айтқан жаңағы Т лимфоциттеріміз толық пісіп жетіледі. Бұл жерде оның екі позицияда өтеді, яғни селекциясы оң және теріс селекция өтеді. Яғни оң селекциямен оның керекті заттары, керекті бөліктері қалады, жаңағы иммунитетке қатысатын, ал теріс селекцияда олардың толығы жойылады. Мысалы, ақпараттарды оқитын болсаңыздар, түзілген 100% Т лимфоциттің 95% тимуста жойылады дейді. Бұның барлығы осы теріс селекциядан өтіп отырады. Яғни бізге керек емес жаңағы жасушаларды толық жойып тастап отырады. Енді жалпы тимус айырша без жаңағы 3 жастан бастап 20 жасқа дейін өте активті болады. 20 жастан бастап әрі қарай бұл инволюцияға, яғни кері дамуға ұшырайды. Соның нәтижесінде кішігірім қызметі төмендейді. Жалпы екі бөлігі бар, қыртысты бөлігі және мыйлы бөлігі бар. Осы екі бөлік арасында бізде Т лимфоциттерді жетілдіріп отырады. Көбінесе мыйлық бөлігі тимустың осы жетілуге қатысады. Одан бөлек тимус бізде өзінен гормондар бөледі. Мысалы, тимопоэтин және тимазиндер. Тимопоэтин осы Т лимфоциттердің пісіп жетілу дифференцировкасына қатысады, ал тимазиндер организмдағы процесстерді реттеуге, именно сол иммундық процесстерді реттеуге қатысып отырады.
Одан бөлек осы Т лимфоциттердің дифференцировкасы, миграциясы, көшуі, ары бері жүруі, оның барлығына тимикалық гуморалды фактор және тимикалық сарысулық факторлар бөлініп отырады. Одан бөлек бізде жаңа тимустан бөлінетін, тимустың эпителийлік жасушаларынан бөлінетін цитокиндер. Бұл цитокиндер интерлейкин 1, 7 және жаңағы колонна стимулдаушы факторлар, бұлардың барлығы осы тимустан бөлінеді. Олардың қызметі тоже жаңағы Т лимфоциттердің пісіп жетілуіне әсерін көрсетіп отырады. Енді шеткер ағзалар. Екіншісі біз орталықты қарастырдық, сүйек кемігі және тимус. Сүйек кемігі сразу Б лимфоцит, тимус, Т-дан жаттап алсаңыздар болады, сразу Т лимфоциттер. Енді шеткері мүшелер бұлар көк бауыр, лимфа түйіндері, аш-ішектің пейір табақшалары, аппендикс, бадамша бездер және аденоидтар. Бұл жерде бізде антигенге тәуелді дифференцировка өтеді. Енді біз бағанадан бері айтып жатырмыз, жетілу деп. Бұны былай түсіндіреміз. Жетілу деген мынау бізде Т немесе Б лимфоцит болсын. Толық қалыптаспаған кәдімгі лимфоцит. Бұның негізгі қызметі антигенді жою еді. Мынандай бір антиген кірді организмға, осыны бүйтіп кеп ұстап алып, мына жаққа кіріп қорытып, жойып, мынаның көзін құртып тастау еді. Мынаны жою керек еді. Бұл оның негізгі қызметі еді. Бірақ бұл оны қалай таниды? Ол өзінің сыртында арнайы рецептор болады. Енді біз жетілу дегенде айтамыз, мынау бізде жаңа Т лимфоцит қой. Осы жетілу барысында оның сыртында рецепторлар пайда болады. Сол антигенді танитын. Осы рецептор қашан пайда болды? Сонда олар жетілді деп айтамыз. Енді сүйек кемігінде олар антигенге тәуелді емес, немесе тимуста олар антигенге тәуелді емес, организмға керек емес жаңа Т лимфоциттер алып қалғанын шығарып отыр қанға. Ал ол шыққандары шеткері жүйеде, мысалы көк бауырда, лимфа түйіндерінде келген жаңағы антигенмен байланысады. Мынау бізде антиген болса, осының рецепторы арқылы екеуі байланысады. Мынамен байланысады, былай байланысады. Сол байланысқаннан кейін қалыптасқан осындай рецепторларды, бұларды бізде жаңағы шеткер ағзалар қалыптастырған антигенге тәуелді дифференцировка деп айтамыз. Дифференцировканың маңыздылығы осы сыртындағы рецепторларының қалыптасуы деп жауап беруге де болады. Ол толық дұрыс болып саналады. Келесі деңгей бізде жасушалық деңгей. Мынау қарастырғанымыз мүшелік деңгей болды. Орталық және шеткері мүшелер. Орталық тимус және сүйек кемігі, шеткеріде жаңа айтылған көк бауыр, лимфа түйіндері, аппендикс, бадамша бездер, аденоидтар. Осы жердің барлығына келіп осы лимфоциттер шоғырланады, сол жерде антигендермен байланысады және толық жетіледі, сол антигендерді жою қызметін атқарады. Келесі жасушалық деңгей. Шығу тегі бойынша және қызметі бойынша біз оларды екі түрге бөлеміз. Біріншісі лимфоциттер, екіншісі антиген таныстырушы жасушалар. Бұл екеуі барлығы бірге қосылған күйде, бір-бірін активтеген күйде жұмыс атқарады. Енді лимфоциттер жалпы ағзаның 10-дан 3 немесе 13 дәрежесін алады. Яғни организмда кездесетін әрбір 10-шы жасуша бізде лимфоцит болып табылады. Организмда өте көп, олардың ең көп бөлігін бізде Т лимфоциттер алады. Олардың түрлері бар, мысалы Б лимфоцит, Т лимфоцит және НК жасушалар, натурал киллерлер. Бұлардың барлығын алдағы уақытта толық әрқайсына өзіне тоқталатын боламыз. Б лимфоциттер даму барысында бізде плазмоциттерге айналады. Плазмоцитке айналған жасушалар өздерінен антиденелер бөледі және соның арқасында жаңағы антигендерді толық ыдыратады. Антиген таныстырушы жасушалар макрофагтар, Б лимфоциттер, дендрит жасушалар және лангерганс жасушалар. Макрофагтар негізгі қызметі фагоциттау арқылы, жаңа Б лимфоциттерге немесе Т лимфоциттерге таныстыру қызметін атқарады. Антиген таныстырушы деген организмға антиген кірді ғой, бір антиген, соны полный жұтып қармап алады да, оны біздегі жаңағы Т, Б лимфоциттерімізге таныстырып беріп отырады. Оны антиген таныстырушы жасушалар дейміз.
Келесі Б лимфоциттер және дендрит жасушалар. Дендрит жасушалар көбінесе пиноцитоз арқылы кішігірім заттарды және құрылымы өзгерген молекула, нәруыздар, мысалы ісіктерді осы дендрит жасушалар жаңағы иммунды жүйеге таныстырып отырады. Лангерганс жасушалар деген бұлар ерекше жасушалар, теріде орналасқан дендрит жасушалар. Бұлар көбінесе теріге енген антигендерді алып, неге жаңағы ТБ лимфоциттерге таныстырып беріп отыру қызметін атқарады. Одан бөлек жасушалық деңгейде бізде құрылымдық жасушалар деген бар. Құрылымдық. Олар коллаген, эластин түзетін бізде фибробласттар және қан тамырының эндотелий қабаты. Бұлар бізде осы жаңағы ТБ лимфоциттердің натурал киллерлердің көш қонуына, миграциясына, қан тамырдың арасынан сыртқа қарай шығуына осыған бізде жауап береді және иммундық жүйеге қатысып отыратын жасушалар деп айта аламыз. Келесі бізде деңгей молекулалық деңгей. Молекулалық деген уже біз жоғарыдан түсіп жатырық, жоғарыдан төмен қарай. Бірінші орган болды, мүше, одан кейін жасуша болды. Енді бізде молекулалық деңгей. Молекулалық деңгейде біз қарастырамыз иммуноглобулиндерді. Бағанағы айтылған 5 класс иммуноглобулин I бар, M, G, D және E бар. Осы бізде иммуноглобулиндер. Тағы бір қайталаймын, алдағы уақытта толық бұл тақырыптарды ашатын боламыз. Кішігірім кіріспесін білсек болды. Иммуноглобулиндер бұлар организмға түскен жаңағы антигендерді толық ыдыратады. Одан кейін медиаторлар, цитокиндер, яғни қабыну процесі басталғанын басқа иммундық жасушаларға жеткізетін медиаторларды біздер цитокиндер деп айтамыз. Келесі гистосәйкестік жүйесінің гендері. Гистосәйкестік деген организмда сондай бір ерекше лабораториялық құрылым бар. Ол организмға түскен бір жасушаны немесе өзінің жасушасын көрсетіп беріп отырады. Мысалы, біз ойлаймыз ғой, иммундық жүйе, иммунитет неге біздің өзіміздің жасушаларға атака жасамайды деп сондай бір сұрақ туындауы мүмкін. Вот осыған бізде гистосәйкестік жүйесі жауап береді. Ол дегеніміз өзінің жасушаларын иммундық жүйеге таныстырып беріп отырады. Мынау біздің жасуша, мынау біздің жасуша деп. Ал енді сырттан бір антиген кіретін болса, жаңағы құрылым өзгерген бір зат кіретін болса, оны да таныстырады. Мынау біздің жасуша емес деп, осыны жойып таста деген сияқты көрсетіп беріп отыратын жүйе бұл бізде гистосәйкестік жүйесі. Бұл да сол жаңағы молекулалық деңгейге кіреді. Келесі саралау кластерлері. Саралау кластерін біз CD әрпімен белгілейміз. CD 2, 3, 4, 5 деген сияқты. Яғни әрбір жасушаның өзінің даму барысында қандай да бір белгілеу керек, белгіленуі болу керек. Мысалы, кластерлер деген сияқты ғой. Дәл сол сияқты, мысалы, CD4-ті біз хелпер дейміз, CD8-ді киллер дейміз, сол сияқты бөлінеді. Бұл бізде саралау кластері. Бұл да бізде молекулалық деңгей. Бұл деп отырғанымыз мынау жасуша, жаңа Т лимфоцит немесе Б лимфоцит, оның сыртында осындай бір молекулалар болады. Вот осын біз саралау кластері дейміз. Бұл көбінесе жаңағы хабарлаушы қызметін атқаратын жасушалармен байланысып отырады. Келесі бізде адгезия молекулалары. Оларға селектиндер, интегриндер, муциндер, жаңағы қан тамырларының өткізгіш қабырғалары, бұлардың барлығы антиген мен антиденені бір-біріне байланыстыруына, байланысу қызметін атқарады. Қателесіп кеттім, кешірім сұраймын. Адгезия молекулалары екі жасушаны бір-біріне жабыстырып беру қызметін атқарады ғой, былайша айтқанда. Келесі лимфоциттердің антиген танушы рецепторлары. Антиген танушы рецепторлар бағанағы айтқандай даму барысында олардың сыртына бізде рецепторлар орналастырады дедік. Олар бізде Т лимфоциті, ТЖР рецептор дегеніміз жаңағы Т жасушалы рецептор немесе Т байланыстырушы рецептор олардың сыртында болады. Ал Б лимфоциттерінде көбінесе жаңағы өзінен түзілетін иммуноглобулин D олардың сыртында жаңағы рецептор қызметін атқарады екен. Келесі тимус гормондары көбінесе жаңа Т лимфоциттерінің дифференцировкасына қатысады, олардың түзілуінің артуына және толық жетілуіне. Ал сүйек кемігінің миелопептидтері, бұлар да тоже молекулалық деңгейде қарастырылады, олар көбінесе жаңа Б лимфоциттердің толық дифференцировкасына қатысып отырады. Енді иммунды жауаптың туындауы бізде үш жолмен жүреді екен.
жасушалық, гуморалды және аралас. Жасушалық көбінесе бізде Т лимфоциттермен тікелей жүзеге асырылады. Гуморалды дегеніміз бұл Б лимфоциттер, антиген танушы жасушалар мен жүзеге асырылады. Ал аралас дегеніміз осы екеуінің қосындысы, жасушалық пен гуморалдықтың. Енді бұлар өздері жеке-жеке жүрмейді, көбінесе бірге қосылған күйде орын алады. Антиген таныстырушы жасушалар келіп бізде гуморалды жүйені активтеп беріп отырады деген сияқты. И осы екеуі бір-бірімен қосылған күйде жұмыс атқарады. Енді организмға түскен антигенмен әрекеттесуіне байланысты біз иммунды жауапты бөлеміз. Біріншілікті және екіншілікті де. Мысалы мынандай бір антиген біздің организмімізға кірді. Енді бірінші реттен тұр. Бұл бірінші рет. Бұған дейін бұндай антигенді көрмеген. Осы кезде бізде біріншілік иммунды жауап туындайды. Ол дегеніміз дәл осы түскен антигенді қармап алады, оны ерітеді, жояды, таныстырады. И соның арқасында бізде жаңағы Б лимфоциттерден плазмалық жасушалар, одан бізде иммуноглобулиндер түзіледі. Осы иммуноглобулиндер түзіліп, оны жояды. Ал екіншісі мына Б лимфоциттерден жадылық, яғни есте сақтау жасушалар түзіледі. Бұл есте сақтау жасушалары арқылы дәл осы антигенді есте сақтап қалады. Бұл бізде бірінші реттік иммундық жауап. Ал екінші реттік иммундық жауап дәл осы антиген қайтадан екінші рет енген кезде организмімізге оны мынау жады жасушаларында ақпарат бар ғой, мынау таныстыру, қабылдау барлық жолдан, ұзақ жолдан өтіп отырмайды да, бірден оларға қарсы иммундық жауап түзеді, яғни плазмалық жасушаға айналып Б лимфоцит және иммуноглобулин түзіліп отырады. Бұл бізде екіншілікті жауап деп айтылады. Енді біріншілікті жауап бізде өте ұзақ, жаңа 4-7 күннің ішінде орын алады. Себебі мына ұзын жолдан өту керек, бұны ұстау керек, қармау керек, оны таныстыру керек деген сияқты. Ал екіншілікті жауап бұл бірнеше сағаттардың ішінде уже бірден активтен жүзеге асырылады. Көбінесе біріншілікті жауапты бізде иммуноглобулин бөлінеді дедік қой, иммуноглобулин көбінесе иммуноглобулин М бөлінеді. Біріншілік жауапты сол иммуноглобулин М құрастырады. Ал бізде екіншілік жауап көбінесе иммуноглобулин G, оған екіншілікті жауапты қалыптастырып беріп отырады. Осымен бірінші сабағымыз аяқталды. Бұл сабақ кішігірім иммунологияға кіріспе болып табылады. Иммунологияның кіріспе сабағы. Алдағы уақытта бағанағы айтылған заттардың барлығына жеке-жеке толық тоқталатын боламыз. Ал қош сау болыңдар.